Сәлеметсіздер достар, бүгін сіздермен бірге reported speech тақырыбын жалғастырамыз. Есімізге түсіруге reported speech дегеніміз, яғни біздің бір нәрсе туралы, біреудің бір нәрсе айтқандығын туралы айту үшін қолданылатын сөйлемдер. Мысалы, ол кеше былай деп айтты, немесе бүгін бұнандай болады деп айтты деген секілді. Біреудің айтқанын хабарлау үшін қолданылатын сөйлемдер айтамыз. Бүгін сіздермен бірге енді reported questions, яғни біреудің сұраған сұрағын айту үшін қалай өзгерту керек сөйлемді, сонымен танысатын боламыз. Қараңыздар. Мысалға, жалпы сұрақ, мысалға, ол қашан жұмысқа барасың деп ол сұрады, осындай сөйлем. Ол менен қашан жұмысқа баратынды сұрады деп айтсақ, бұл reported speech болады. Түсінікті, reported speech-тарда сұрақты сұраған туралы айту үшін біз көбіне ask, inquire, wonder, want to know деген секілді сөздерді қолданамыз. Яғни ол сұрады, ода сұрады, білгісі келді, және want to know, яғни оған қызық болды, wonder қызық болды, want to know білгісі келді деген секілді сөздерді қолданамыз. Және сөздердің реті өзгермейді. Үшіншісі, ондай сөйлемдерде етістігінің шағы, ондағы есімдіктер және уақыттың, жердің атауларын білдіретін сөздер өзгереді. Енді мысалдарға ауысақ, сол кезде түсінікті болады барлығы. Мысалы, қараңыздар. Егер сіздерден yes, no question, яғни сұраққа иә немесе жоқ деп жауап беретін сұрақ берілген болса, онда біз ол сөйлемдер if немесе whether деген сөзді қолданамыз. Мысалға, have you finished, сен аяқтадың ба деген сұрақ. Бұл сұраққа біз я аяқтадым, немесе жоқ аяқтаған жоқпын деп жауап береміз. Сондықтан біз бұны yes, no question деп атаймыз. Енді ол менен сұрады, ол менің аяқтағанымды сұрады деп айту үшін біз айтамыз he asked, ол сұрады, менен, if немесе whether, екеуінің біреуін қолдансақ болады. If I had finished. Түсінікті, бұл жерде не өзгерді? Бірінші, he asked me, ол менен сұрады. If-ті қолданамыз, whether-ні қолданамыз. Одан кейін мына сөз have you finished деген сөйлем, аяқтадың ба деген сөйлем. Бұл жерде мына have-ті біз had-қа өзгердік. Present perfect-тен past perfect-ке айналдырып тұрмыз. Have-ті had-қа өзгерттік. Түсінікті, ол менен сұрады, мен аяқтадың ба деп сұрады деп айту үшін. Түсінікті, келесі. Are there any apples left? Мына жерде алма қалды ма деген сұрақ. Бұл да yes, no question. Себебі бұл сұраққа я қалды немесе жоқ, қалған жоқ деп жауап бере аламыз. Енді осыны ол менен алманың қалғанын сұрады деп айту үшін he asked, ол сұрады. If немесе whether, екеуінің бірін қолданамыз. There were any apples left. Яғни бұл жерде a деген осы жақта тұрған етістікті, төбе етістігін біз өткен жаққа ойға ауыстырдық. Түсінікті? Яғни reported speech жасаған кезде мына сөйлемді всегда past жаққа, өткен жаққа алмастырып тұрамыз. Егер have-ті had-ға алмастырсақ, a-ны ойға алмастырып тұрмыз. Ол менен сұрады, алма қалды ма деп. Түсінікті? Келесі WH questions. WH деген әріптен басталатын сұрақтарды біз білеміз. Олар who, when, where, қашан, қайда, неге, why деген сұрақтарды біз WH question деп атаймыз. Егер осындай сөздерден басталатын сұрақтар келген болса, who left the bridge open? Кім холодильниктің есігін ашып кетті деп сұрады. Енді біз айтуымыз керек. Ол сұрады, холодильниктің есігін кім ашып кеткендігін деп айтсақ, біз айтамыз he asked, ол сұрады. Яғни мына who деген өзін қалдырамыз. Бірақ мына жерде етістікті өзгертеміз. Had left the bridge open. Бұл жерде етістікті өзгерткен кезде өткен сабақта біз өттік. Егер етістік past simple-да өткен жақта тұрса, біз оны past perfect-ке өткен past perfect жағына алмастырамыз. Сол тізімді қарап өздеріңіз естеріңізге түсірсеңіздер болады. Сонымен ол сұрады, кімнің холодильниктің есігін ашып кеткендігін. Түсінікті, келесі. Why did they go there? Олар ол жерге неге барды? Бұл жерде біз енді айтамыз, ол сұрады, олардың неге ол жерге барғандығын. Қараймыз, he wanted to know, ол білгісі келді, немесе he asked деп те болады. Екеуін де қолдана беруге болады. Ол сұрады, ол білгісі келді. Why, бұл жерге қалдырамыз, неге. Бұл жерде енді past simple болғандықтан біз оны reported speech-қа алмастырған кезде оны біз past perfect-қа айналдырамыз. They had gone there, олар не үшін ол жерге барғандығын білгісі келді. Енді бұл сұраулы сөйлемдерде қайтадан есімізге түсірейік. Келесі енді бұйрықты сөйлем. Reported imperatives.
Imperative дегеніміз яғни бұйрықты сөйлемдері біз бірінші қандай етістіктер қолданамыз? Бірінші біз tell, order, command, ask something or to infinitive, яғни біз айтты, бұйрық берді, командовать етті, сұрады деген етістіктер қолданамыз. Оған біреуді somebody деген задисінді қосамыз, одан кейін to деген предлогты қоямыз, одан кейін infinitive етістіктің бірінші формасын қоямыз. Мысалға қараңыздар. Sit still, тыныш отыр. Ол тыныш отыр деп айтты деп айту үшін reported speech біз айтамыз. He told айтты. He told me, ол айтты маған, маған. Отыру, sit, to sit still. Түсінікті, мына жерге біз to деген предлогты қоямыз, одан кейін infinitive етістіктің бірінші формасын қоямыз. Түсінікті, қайталап айтам. Ол айтты маған тыныш отыр деп. Келесі. Don't say a word. Бірде бір сөз айтпа, еш нәрсе айтпа деген сөйлемді енді reported speech-қа айналдырып көрейік. Яғни ол еш нәрсе айтпа деп айтты. He told me, ол айтты маған. Not to say a word. Ешқандай сөз айтпа. Бұл жерде to деген предлогтар, одан кейін етістіктің өзін қолданып тұрмыз, say деген a word. Келесі. Енді практикалық бөлімге көшейік. Сол кезде көп нәрсе түсінікті болады. Бастайық. Қараңыздар. Дима, I drink your tea. Ол айтты, Бима айтты не деп, мен сенің шайыңды іштім, ішем. Келесі. Енді бұл айтақ, ол сенің шайыңды ішемін деп айтты деп reported speech жасау үшін. He said, ол айтты, Дима болғандықтан he деп айтамыз, that, что, he drank my tea. Не өзгерді? Бұл жерде мына сөйлемдегі present simple'да тұрған етістікті біз past simple'ға алмастырдық. Түсінікті, ол айтты, менің шайымды ішетіндігін. Келесі. Ол айтты, I go to London. Мен Лондонға барамын. Енді біз айтуымыз керек. Ол не айтты? Ол айтты, нені айтты? Лондонға баратындығын. Ол айтты, that he went to London. Ол Лондонға баратындығын айтты. Бұл жерде go деген present simple'да тұрған етістікті біз past simple'ға ауыстырдық. Түсінікті, ол айтты, Лондонға баратындығын. Келесі. I play tennis. Ол айтты, мен теннис ойнаймын. Енді біз айтып керек, ол теннис ойнайтындығын айтты деген сөйлем ұстауымыз керек. He said, ол айтты, that he played tennis. Ол айтты, теннис ойнағанын. Бұл жерде play деген present simple'да тұрған етістікті біз өткен шаққа алмастырдық. Келесі, I eat your cake. Мен сенің тортыңды жеймін. Мұны айтқан сөзі. Біз енді айтуымыз керек. Ол менің тортымды жейтіндігін айтты. Қалай айтамыз? He said that he ate cake. Бұл жерде осы шақта тұрған етістікті біз өткен шаққа алмастырдық. Түсінікті? Келесі. I slept. Енді қараңыздар. I slept in your bed. Мен сенің төсегінде ұйықтадым. Етістік онысы да өткен шақта тұр past simple'да. Енді біз ол менің төсегімде ұйықтағанын айтты деп reported speech-қа айналдыру үшін онысы да past simple'да reported speech past perfect-қа айналдырды. He said, ол айтты that he had slept in my bed. Бұл жерге біз slept деген өткен шақтың орнына past perfect-ті қойып тұрмыз, had slept деген. Түсінікті? Келесі. I knew your home. Ол айтты, мен сенің үйіңді білемін. Бұл жерде біз етістік онсыда келесі жалғастырамыз. Мен сенің үйіңді білдім. Өткен жақта knew. Енді біз ол менің үйімді білетіндігін айтты деп айту үшін he said that he had known. Яғни бұл жерде өткен жақта past simple'да past perfect жағына алмастырамыз. Had known. Ол менің үйімді білетіндігін айтты. Келесі. I watched TV. Мен теледидар қарадым. Бұл да өткен шақта тұр. Ол теледидар қарағанын айтты деп айту үшін біз айтамыз. He said that he had watched TV. Ол теледидар қарағанын айтты. Past simple'да past perfect'қа алмастырдық. Келесі. Енді I drive a car. Мен машина айдаймын. Бұл бізде present'та тұр. Осы шақта тұр. Яғни ол айтты машина айдайтындығын. Present'ті pastқа алмастырамыз. He said that he drove a car. Drive'ті drove'ға present'тан pastқа алмастырдық. Келесі. You sent a letter. Сен хат жібердің. Ол айтты, сенің хат жібергеніңді. Яғни he said that I sent a letter. Ол айтты, мен хат жібердім деп. Бұл жерде біз sent деген present simple'дағы етістікті sent past simple'ға алмастырып тұрмыз. Келесі. You take my bag. Сен менің сөмкемді алдың. Ол айтты, сен менің сөмкемді алдың деп. Яғни he said that I took my bag. Take'ті took алмастырдық. Келесі I sing a song. Мен өлең айтамын. Жалпы осы шақта тұр.
ол өлең айтатындығын айтты. He said that he sang a song. Singді саңға алмастырдық. Келесі, I don't take it. Болмыс сөйлемде. He said that he didn't take it. Яғни don't бұл жер presentті біз didn't деген pastқа алмастырдық. Түсінікті, иә? Келесі, I don't write the letter. Ол айтты, мен хат жазбаймын. Жалпы осы жақта. Енді жалғастырамыз. Ол айтты, ол хатты жазбайтындығын, яғни біз don't-ты didn't алмастырамыз. Түсінікті, иә? Келесі, I don't see you. Өздеріңіз тауып көріңіздер. Қалай айтамыз? Ол I don't see, мен сені көрмедім. Көрмей тұрмын деп айтты. Яғни ол енді осы сөйлемді reported speech-қа айналдырыңыз. Дұрыс, he said, ол айтты that he didn't see me. Don't біз didn't қалмастырдық. Present-ті басқа алмастырдық. Келесі, I don't wear your shoes. Мен сенің аяқ киімді киген жоқпын, кимеймін. Енді осыны reported speech. He said that he didn't wear my shoes. Ол маған мен сенің аяқ киімді кимеймін деп айтты. Don't-ты didn't қалмастырдық. Түсінікті, иә? I don't know your father. Мен сен папаңды білмеймін. Ол маған папаңды білмейтіндігімді айтты. He said that he didn't know my father. Ол айтты, мен сенің папаңды білмеймін. Don't-ты didn't қалмастырдық. I didn't take your bag. Енді осыны қойып көріңдер. Ол онсызда өз pastта тұр. Reported speech-та ол past perfect-ке айналады, иә? Қалай болады? He said, ол айтты that he hadn't taken my bag. Didn't take-ті біз hadn't taken-ға past simple-ді past perfect-ке алмастырдық. I didn't see you. Сені көрмедім. Бұл жерде past perfect-ке алмастырамыз, иә? He said that he hadn't seen me. Didn't-ті hadn't seen-ға алмастырдық. Келесі, I didn't go to Jakarta. He said that he hadn't gone to Jakarta. I didn't paint the wall. Мен қабырғаға сурет салмадым өткен шақта. Reported speech. He said that he hadn't painted the wall. Ол қабырғаны боямағанын айтты. Сурет салмағанын айтты. Келесі, I didn't cook a cake. Мен торт пісірмедім. Reported speech-та ол торт пісірмегенін айтты. He said that he hadn't cooked a cake. Енді қараңыздар, бұйрықты сөйлемде есімізге түсіреміз, қалай жасалынады. Open the door. Есікті аш. Ол есікті аш деп айтты. Бұл жерде не өзгереді? He said to open the door. Бұл яғни ол айтты, одан кейін біз to деген предлогты қолданамыз. Ол есікті ашуды айтты. He said to, одан кейін етістік open the door. Келесі. Енді бұны өздеріңіз істеп көріңіз. Close the window. Терезені жап. Бұл бұйрықты сөйлем. Бұйрықты сөйлеміміз қалай айналдырамыз reported speech-қа? She said, ол айтты, есікті жап деп. Тексереміз. She said to close the window. To-ді қолданамыз, бұл бұйрықты сөйлем. She said to close the window. Келесі. Burn the paper. Қағазды өртеп жібер. Бұнда өздеріңіз жасап көріңіздер. Бұйрықты сөйлемге бұл қалай болады? Ол қағазды өртеп жібер деп айтты. She деп айтамыз, но қыз. She said to burn the paper. To деген предлогты қолданамыз сәттен кейін, себебі бұл бұйрықты сөйлем. Ол қағазды өртеп жіберді деп айтты. Түсінікті, иә? Don't touch me. Мені ұстама. Маған тиіспе деген сөз. Бұл да бұйрықты сөйлем. Айналдырып көріңіздер. She said, ол айтты. Одан кейін не болады? Қараңыздар, бұл жерде және хабар болымсыз сөйлем, иә? Болымсыз сөйлемде біз not, don't-тың орнына not қолданамыз. She said not, одан кейін бар предлог to, touch, етістік, одан кейін бар her, оны. Ол айтты, мені ұстама деп. Оны ұстама деп немесе. Келесі, don't speak. Енді осыны айналдырып көріңіздер, жаңа мысалға қарап отырып. Ол айтты, сөйлеме деп. Маған сөйлеме деп айтты немесе. Тексереміз. She said not to speak. Түсінікті? Ол айтты, одан кейін болымсыз сөйлем болғандықтан not деп айтамыз, одан кейін to предлогын қолданамыз, одан кейін естік тұрады. Ол сөйлеме деп айтты. Don't run. She said not to run. Түсінікті, иә? Don't look at me. Енді өздеріңіз осыны жазаңыздар, осыны тексереміз жауабы. She said not to look at her. She said, ол айтты,
not деген don't-тың орнына қолданамыз. To предлогын қолданамыз. Одан кейін жетістік. At хё оған деген сөз. Yani she'дің орнына біз хёны қолданып тұрмыз. Енді қараңыздар. Сұраулы сөйлем. Біз айттық, егер де сұраулы сөйлем yes no question болса, яғни немесе жоқ деп жауап бере алатын сөйлем болса, біз ол жерде if немесе if деген сөзді қолданамыз. Байланыстырушымыз are you sleepy? Сенің ұйқың келіп тұр ма? Бұл сөйлемді қалай айтамыз? Ол менен сұрады ұйқым келіп тұрғанын немесе келіп тұрмағанын. She said if не сұраулы сөйлем I was sleepy. Түсінікті, біріншіден if деген байланыстырушы сөзді қолдандық, одан кейін жетістікті present'тан басқа алмастырдық. Ол сұрады менің ұйқым келіп тұрғанын. Are you hungry? Енді осының өздеріңіз қойып көріңіздер. She said, ол айтты, қарның ашып тұр ма деп. Ол сұрады, қарның ашып тұр ма деп. If I was hungry, яғни if'ті қоямыз, одан кейін жетістікті өткен шаққа айналдырамыз. Are you mad? Менен сұрады. She said if I was mad. Ашуланып тұру дегенде, ашуланып тұрсың ба деп сұрады. Келесі. Have you met me before? Осыны айналдырып көреміз. Бірінші if'ті жалғаймыз, одан кейін мынаны past simple'да. Онсыз да өз past perfect'те тұр, present perfect'те тұр, біз оны past perfect'ке айналдырамыз. Мысалға, she said, ол айтты, if, себебі бұл yes no question, I have-тың орнына had-ті қолданамыз. Met her before. Түсінікті, Келесі. Ана жерде қараңыздар. Have you bought the egg? Сен жұмыртқа алдың ба? Енді осыны ол сұрады жұмыртқа алғанымды, немесе алмағанымды. She said if I had bought the egg. Ол сұрады мен жұмыртқа алдым ба, немесе алған жоқпын ба? Так, сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.